Достар, ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар, амансыздар ма? Туған күнді бүйтіп өткіздік. Кеше розыгрыштарды өткіздік. Негізінде қараңыздаршы, бүгін уже 24-і. Жаздың алғашқы айының соңғы күндердің бірі, прикинь. Біз уақыттың қалай өткенін түсінбей қалыппыз. Жұмыс істеп жүріп, съемка деп жүріп, бизнес деп жүріп, сонымен Сейфулла бауырымыз екеуміз ауылға кетіп бара жатырмыз. Ауылға барып кішкене 2 күн 3 күн болып демалып қайтайық деп. Сейфулла да бір кішкене кәсіптен бір демалсын деп. Күшті демалыс болайын деп жатыр деп ойлаймын енді. Нұрдәулет демалдырам дейді ғой. Күшті демалыс болады, брат, сен маған. Иә? Сені. Ақырындап шығып бара жатырмыз. Бопашима мініп алдық. Бопашим красавчик. Молодец бар ғой, науша. Жаным ғой, жаным. Екеуміз көжеге тоқтадық. Тарғапқа. Ас болсын. Кайф қана көже дегенім. Құрметті достар, мен барлық өнімдерді, заказдардың барлығын менеджерлердің өздері қабылдап, өздері жіберетін болады. Доставкаларыңызды бұйыртса, отқан отскерлерді солар жіберетін болады. Кеше 10 адам ойнатқан болатынбыз. Енді келе жатқан аптада тағы да осы менеджерлердің жинаған клиенттердің арасында тағы да розыгрыш ойнатайын деп жатырмын. Бірақ та әлі белгісіз. Сол әлі ойланып жатырмын. Не ойнатсам болады? Не керек? Турцияға жолдама ойнаттық. Тағы да соны жібереміз ба деген сияқты ойлар келіп тұр. Көреміз.